әлсіздігің үшін кездескің кеп тұр дейді де. Сол түнгі намазда оқып атсыз. Аллаху яғламу хаинатал аъюн ва тағала көздердің қиянатын біледі. Мен жаңағы аятты оқып атып ойланып қалдым. Бағана бір қарауға болмайтын нәрсеге қарағаны. Сөйтіп сол аят мені ұстады. Көзіме жас келді. Мен емделіп жатырмын. Мен ауырған екен ғой бағана. Бұл менің емделетін орным. Құллил мұъминина. Мысалы, айт ер адамдарға, мұъминдерге айт, көздерін бөгде әйелдерден тиктокта, инстаграмда, ютубта, далада тыйсын. Бұл аят мен жұмыс жасап жатыр. Көріз ғой. Хафизу аля салават, 5 уақыт намазға сақтық қыл. Және ортаңғы намазға. Маған есіме түсіп жатыр, бағана екінді намазын мен кешіктіріп оқығаным. Кім емдейді бұны? Аллаға берілген түрде тұрыңдар. Мен мұқтаж емеспін, сендерге деп жатыр ғой. Бірақ сен сондай мұқтажсың. Сол үшін түнде сенімен кездескім келеді. Сенің бақытың үшін. Сенің дүниедегі ақыреттегі бақытың үшін. Сен адасып кетпеуің үшін. Сенің әлсіздігің үшін кездескім келіп тұр дейді.